Сәлем достар. Бүгін біз Tower деген ойын ойнаймыз. Қалай ойнауға болады, қалай ұтуға болады, қандай стратегиялар бар, осының бәрін бүгін бірге көреміз. Осының ойынды басталар алдын мен сіздерге бір промокод сыйлауым келеді. Қазір осы экранда шықты. Осы промокодты Покердом сайтында жасаңыз, сізге сыйлық болады, бонус. Тағы да оған қоса видеоның астында сілтеме бар. Осы сілтемені бассаңыз, тура Покердомның өзі Покердом сайтына сразу өтесіз. Сол сәтте. Ал енді достар, бастайық. Қызық. Бірақ мен бірінші ең бастысы айтқым келгенім, бұл ойын сауық. Бұл жерден байым, жұмыс сияқты, бұл жерде ақша жасайтын жер деп ойламаңыздар, жарай ма? Бұл тек қана ойын сауық, демалу үшін адамдар кіреді бұл жерге. Сіз осы жерге 10, 20, 30 мың, бүгін мен 50 мың қоям десеңіз, сіз уже ойыңызда болу керек 50 мың жоқ деп. Өйткені сіздер қосылып, кірісіп кетсеңіз, енді ол дұрыс болмайды, түсініп отырсыз ба? Бұл тек қана ойын сауық. Сіз мысалы кафеге барғанда, болмаса, білмеймін, киноға, театрға барғанда, сіз кейін ақшаны қайтар демейсіз ғой, құртылған. Вот сондай сияқты да осы жер. Бұл да тек қана ойын сауық. Жарай ма? Ешқандай сіздерде андай кейін болмасын. Түсініп тұрсыз ғой, настроениеңіз түсіп, ақшамды қайтарам деп жынданып жүрмеңіздер, жарай ма? Бұл тек қана ойын болды. Енді жазамыз, Tower деп жазамыз, Tower. Қандай көп ойын шықты Towerмен, бізге мына ойын керек. Көріп тұрсыз ба? Мына жерде сұрақтар және де жасыл не бар. Как Sims бар ғой ойын, сондай сияқты. Жарайды, бастайық. Енді стратегия қандай? Бұл жерде өте оңай стратегия негізі. Бұдан оңай стратегия мен көрмеппін. Крашта шығар тек қана осы. Біз крашты ойнаймыз ғой. Қараңыздар, бұл жерде не істейді? Мысалы, сіз ставканы қойдыңыз. 1000 теңге қойдыңыз, иә? 1000 теңгені қойып ұтсаңыз, керемет, келесі ставкаңыз 1000 теңге болады. Бірақ сіз ұтылып қалсаңыз 1000 теңгенізді, сіз 2 есе көтеру керексіз ставкаңызды. 2000 теңге қоясыз. 2000 теңгені қойдыңыз, өзіңіздің ұтылған ақшаңызды қайтардыңыз, оған қоса ұтып алдыңыз, қайтадан 1000 теңгеге түсесіздер. Ұтып алған соң, жарай ма? Бірақ 2000-нан да ұтпасаңыз, тағы да көбейесіз. 2-ге көбейтсеңіз қанша болады? 4000, кейін 8000. Бірақ қайтарып алдыңыз ба, қайтадан түсу керексіз. Ең бастапқы ставканы, жарай ма? Сол кезде 30 болады. Енді қараңыз, мына ойында өте оңай. Ең бастысы біз рискті таңдаймыз. Классический, низкий, средний, высокий деп жазылып тұр. Біз среднийді басамыз. Мына жерге қаншадан бастайық? 5000-дан бастайық. 5000 деп қойдық, ставка деп басамыз, и біз тек қана бір осы ячейканы ашу керекпіз. Болды, басқа баспаңызды бар ғой, бұда астына бүйтіп түсіп, ешқандай қобалжу, уайымдау керек емес. 5000 қойдық. Мынадан бастайықшы. Керемет. 11850 ұтып алдық, достар. 1 секундта. Рахмет. Ой, көріп алайық, біз қанша? Мен қанша дедім? 11000 дедім ба? Бізде 350 болды ма? Мен 5000 қойдым, ол 345. Мақұл, жарайды. Бүйтіп айтайық, 350-ден бастадық деп ойлай берейік. Негізі мен басында айту керек еді, мен кешіріңіздер, ұмытып қалдым. Ойын қызық болып кетті да, бастағым келіп кетті. Енді қараңыз, 350-дан бастадық па, 360 жасадық, иә? Көреміз қазір қаншаға дейін. Ең бастысы уақытша кету керек. Бірақ біз енді бастадық, бізге кететін қазір жай жоқ, айналайын, настроение заряженный болып тұрмыз ғой. Керемет, тағы да 11850. Ұтып алдық. Рахмет. Тағы да 5000 қоямыз ставка. Мына жерге қояйыншы ең соңында. Мен бүгін интуициям ұрып тұр ғой, рахмет. Күшті. Тағы да міне 5000 қойдық. 5000 қойдым да ұтылып қалдым. Жарайды. Ешқандай нерв керек емес, стресс керек емес. Просто x2 деп басамыз да 10.000-ға 2 есе көтереміз ставкамызды. Ставка деп басамыз. Қатты мақтап кеттім ау деймін өзімді. Айттым ғой, көп мақтаған қыз дейді ма, тойда не істейді? Жарайды. Оны ұтылдық па, қайтадан не істейміз? x2 басамыз. И ставка деп қоямыз. Мен осыны ашқым келеді.
рахмет, 47.400 ұттық достар. Ал керш мен мақшамды рахмет. Енді не істедік? Қайтадан түсеміз. Біз қаншадан бастадық? 5.000-нан бастадық. Қайтадан 5.000-ға қайтамыз. Керемет. Так, ставка деп басамыз. Достар, ең бастысы бұның бәрі ойын сауық, я? Ұмытпаймыз. Қалай сен... Жарайды, өзімді мақталғым келіп жатқан жоқ, қорқып қалдым, мақтасам андай болып қала ма деп. 11.850. Давай. Күшті. Рахмет. Хорошо. Тағы да 5.000 қойдық. Соңына қойғым келіп отыр. Ұтылып қалдым, жарайды. Қорқпаймыз, 10.000 қоямыз да, қазір қайтарып аламыз ақшамызды. Жарайды. Ортасын қойғым келіп отыр. Түсті, рахмет. 23.700 ұттық. Керемет. Тағы да x2 емес, наоборот, 2 есеге түсіреміз 5.000-ға. 5.000-ға түсірдік. Ставка деп қоямыз. Мына жерге қойғым келіп отыр. Керемет. 11.850. Кел. Біз қанша жасап қойдық? 405 деп қойдық па? Қазір санаймыз, біз 350-ден бастадық, достар. 55 ұтып отырмыз, достар. Не деген керемет күн бүгін. Осы соңына қойғым келіп отыр. Жарайды. Қорқпаймыз. 10.000-ға дейін көтереміз. Айттым ғой, көп мақтап қойсын, сондай болатын сияқты ше. Қайтарып алдық, достар. Керемет. Тағы да 10.000-ды 5.000-ға дейін түсіреміз. Ставка деп қоямыз. Ортасын басқым келіп жатыр. Не үшін бастым ортасын? Жарайды, 10.000-ға дейін көтерейік тағыдан. Екіншіні басқым. Рахмет, 23.700 ұттық. Керемет. 10.000-ды 5.000-ға дейін түсірдік. Тағыда айтқым келер. Бұл ойын сауық. Ұмытпаңыздар, жарай ма? Қазір нан көріп алып, мен қазір бір күнде 100.000 жасайым деп бүкіл ақшаңызды қойып тұрмаңыздар, жарай ма? Соңғы ақшаларыңызды. Тек қана, қалай айтады? Бос ақша бар ғой, свободный, лишний деньги. Соларды қойыңыздар, жарай ма? Соңғы ақшаларыңызды қоймаңыздар. Так, ставка деп қойдық. Керемет, маған ұнап тұр. Осы стратегия маған негізі көбірек ұнап тұр. Басқа стратегияларға қарағанда оңайырақ па, андай да, ұтыс үлкен болады да. Тағы да 5.000 қояйық. Мақыл, мен қазір мақтап кеттім. Сәл андай не істейік. Достар, енді ең бастысы айтарым. Бұл ойында ұмытпаңыздар, риск средний дегенді басу керек, жүре ма? Сол кезде ол стратегия не істейді да, өтіп кетеді да. Тағы да 5.000 қойдық та, соңына қояйық. Рахмет. Ұттық. Керемет. Жарайды, біз 436.000 жасадық па? Негізі біз өте жақсы жасадық. Өз уақытысында бітіру керек ойынды. Білу керек та, қашан тоқтау керек. Ұтылатсыз ба? Ұтылып жатсыз ба? Ол маңызды емес. Әр ойынды азарт дейді ғой, осыны өз қолыңызда ұстау керексіз. Сондықтан уақытша тоқтау керек. Уақытша емес, уақытысымен дегендей. Жарайды, осы соңғы ставка қоя салайық. Бұл мен жергісі келмей жатыр да, және айналайын, мен алып кетем, мен ұтыспен кетем, сен білесің бе, мен кіммін, мен авторитетпін, мен қазақпын, мен ба, жарайды. Мынан басайықшы. Жарайды, мен қатты не істеп кеттім, құтырып кеттім деп ба. Жарайды, біз 10.000 қойдық қой, ұтылдық ба, 20.000 қоямыз қазір. Осыған басайық. Мынау естіді-ау деймін, кетем дегенді сезіп жермей жатыр. 40.000 қойдық, достар, 40.000 ставкада. Қайтардық, қанша? 94.800. Керемет. Ұттық, қайтарып алдық. Ұтылған ақшамызды қайтарып алдық. Ставканы сразу түсіріп алайын 5.000-ға дейін. Енді қараңыз, достар, біз қаншадан бастадық? 350.000-нан бастадық, я?
плюс-минус дегенде. Қазір бізде 455.924 тұр. Получается, біз 115 мыңға 115 минуттық, 105 минуттық достар. На ровном месте 105 мың 10 минутта ұтып алдық. Керемет. Жақсы ойын екен, маған ұнады. Сізге 5 балл қоям. Tower деген ойын. Енді ұмытпаңыздар, бұның бәрі ойын сауық. Тағы да айтқым келеді, демалу үшін ғана кіресіздер бұл ойынға. Бұл тек қана бұл ойынға емес, любой осындай покер-дом дегенде, любой ойында тек қана демалу үшін. Ақша жасаймын деп кірмеңіздер, жарай ма? Байым деп ойламаңыздар. Бұл тек қана сізге осы ұнай ма? Маған ұнайды мысалы. Осыны сәл андай азарт болып, қобалжып, бір андай қызық да, қызыл бұрыш қостық дейік өмірге. Сондықтан осыны ұмытпай жүріңіздер, жарай ма? Рахмет достар. Промокод туралы ұмытпаңыздар, сілтеме видеоның астында менімен бірге осы Tower ойынды көріп, ойнап, қалай стратегия жасауға болады екенін көрдіңіздер. Осыған рахмет. Тағы да бір рет қайталайын. Риск средний, ставканы 2 есе көтереміз, ұтсақ қайтадан 2 есеге түсіреміз. Вот, и тек қана бір ячейканы басамыз. Бол достар, үлкен рахмет. Промокодты ұмытпаңыздар, сілтемені ұмытпаңыздар, рахаттанып, демалып, ойнаңыздар. Сау болыңыз.